Баршаларыңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен мен Айжан. Осындай жапондық панкейк жасауға кеңес беремін. Ол үшін небәрі барлық үйде табылатын заттар қажет. Ол жұмыртқа, сүт, ұн және қант. Ең алдымен біз таза ыдысымызға дымқыл болмау керек. Жұмыртқамызды сары уызымен ақ уызынан айырып аламыз. Содан соң сары уызына сүт қосып, ұн салып бірге кетіп араластырамыз. Бұл рецепт өте оңай, әрі тез дайындалады. 15 минуттың ішінде тез-ақ дайындайсыз. Содан соң ақ уызымызды миксерлап аламыз. Қантты 3 бөліп салатын боламыз. Бірденен салмаңыздар. Осылай біркелкі аппақ көтерілген масса болып шығады. Рецепттің толық нұсқасын описание бөлімінде қалдырып кетемін. Сіздер сол жерден қарап, өздеріңізге сақтап алсаңыздар болады. Жаңадан пісіріп, үйреніп келе жатқан кішкентай қыздар жасаса, бірденен шығатын рецепт. Осылай мені араластырып аламыз. Ақ уызымызға бір қасықтай салып, бірінші араластырып аламыз. Содан соң осы ақ уызымызды сары уызбен араластырып, төмен түсіп кетпес үшін байқап араластырып аламыз. Осы уақытта табамызды газге қойып қыздыратын боламыз. Табамыз қыза беру қажет. Біркелкі кетіп араластырып болған соң, мен кондитерлік мешокпен пайдаландым. Сіздер өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай жасасаңыздар болады. Табам қызған соң, кішкене май құйып, кисточкамен жағып шықтым. Осылай салып алдым. Содан соң табама 1-2 ас қасық су құйдым. Суым осылай ішінде кішкене бұрқылдап қайнап жатады. Мені осылай көтерілген соң, кішкене тағы да осындай массамызды салып шығамыз. Содан соң тағы қақпаған жауып 3-4 минут пісіреміз баяу отта. От қатты болмауы қажет, баяу болу қажет. Қақпаған жауып қойып, қақпақтың астында пісіреміз. Содан соң осылай аударып аламыз. Осылай панкейктер дайын болады. Егер бұл мөлшер аз десеңіз, үстіне 2 пропорция, 3 пропорция қылып қоссаңыздар болады. Осылай болып шығады. Менің балдарым қойытылған сүтпен жақсы көреді. Сол үшін осылай қойытылған сүтпен жасап бердім. Егер де менің видеом ұнаса, лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алдыда талай қызықты видео рецепттер болады.